Hello teachers, how are you? Good morning. My name is Fatima Rao. Today is my lessons international festivals. Welcome to Global Citizen. Today we embark on a... Марал, 1 минут. Ана әріптестер камера қосып қойыңыздаршы. An exciting journey to explore the vibrant world of international festivals. Get ready to discover new cultures, traditions, and celebrations from around the globe. Our learning expedition understands simple questions. We will learn to understand and answer basic questions about personal information related to festivals. Next, first main, you'll develop skills to grasp the main ideas from short term about general and educational topics, specifically focusing festivals. By the end of this lesson, you will be able to understand text about various festivals in different countries. You learn and practice new vocabulary words essential for discussing and describing festivals. Менде қазір жиды қоссам, бүгінгі сабағыма байланысты. Сіздерге естіліп ма? Енді осы балаларға түсінікті болсын деп қазақ тілінде де ағылшын ба? Мен бүгінгі сабағымды біздегі жаңадан оқыған технологиямыз бар, 5 технология, сол бойынша түсіндіріп өткім келеді. Сіздерге біз осы бойынша сабақты өтіп жүрміз. Біз бағалау 5 технологиясында көрнекіліктер онша пайдаланбаймыз, және де бағалау алдыларына жеке бағалау қарағын бермейміз. Бізде бағалау плакаты тұрады, бұл жерде балалар отырған орнына байланысты бағаланады. Мысал үшін, first A болса, бірінші қатарын бірінші орнында отырған бала орыннан тұрады. Сол бойынша бағаланады. Сол бойынша біз осы бағалау картасы арқылы 4 тапсырмадан береміз. Ол бізде жоқ немесе тақсан арқылы бағаланады. 4 тапсырмамыз мысал үшін тақсанмен бағалайтын болсақ 3, 6, 9 болып бағаланады. Ал жоқ санмен бағаласақ 4, 6, 8, 10 болып бағаланады. Ендеше тапсырмамыз бізде бұл 5 технологиясымен ашық сабақ, ауызша ашық сабақ 1 картасы арқылы алып отырмын. Ол жерден мәтінмен жұмыс. Енді бірінші тапсырмамыз. Get ready to test your memory. We have 5 keywords that you need to memorize in just 1 minute. After the minute is up, the words will be hidden and you will write down as many as you can remember. Бұл жерде балаларға мәтін бойынша өздеріңіз түсінгендей 5 трек сөз беріледі. Ол трек сөздерді балалар жаңағы естеріне 1 минут уақыт беріледі, естеріне сақтайды. Естеріне сақтағаннан кейін трек сөзіміздің бетін жабамыз. Бізде міне мынау трек сөздер: go, celebrate, make, jump, decorate. Бұлар бізде қазір мәтінде кездесетін сөздер. Осы сөздер берілгеннен кейін балалар then exchange notebook with a friend to check each other's answers. The student who remembers all 5 words stands up. Яғни балалар жазып 1 минут естеріне сақтағаннан кейін сөздігіміз, трек сөзіміздің беті жабылады. Естеріне сақтаған сөздерді балалар 1 минуттың ішінде дәптерге түсіреді. Түсірген сөздерін достарымен алмасып, өздерінің түсінгенде тексереді бір-бірінікі. Дұрыс оқушы орнынан тұрады.
мына бізде тірек сөзіміз. Және де осы дұрыс болған қай балада 5-4 сөз дұрыс болды, сол балаларға жаңағы бағалау парағымызда орын-орнына қосу белгісін қойып отырамыз дұрысына қарай. Ол бізде уже бір бағалау кетеді. Next бізде new words жазады. Test 2, exploring festival stories. Now let's dive into some fascinating stories about festivals. Students will have a chance to read and translate the sentence for text, sharing the understand with the class. Бұл жерде балалар берілген мәтінді бір сөйлеммен оқып аударады. Жаңағыдай бағалау парағымызды көрсетеміз. Сол жерде мысалы үшін second C-дегі орынды точкалап белгілейміз да, мына жердегі сол бала тұрып орнынан бір сөйлемді оқиды, оқығаннан кейін аударады. Дұрыс оқып, дұрыс аударған балаға екінші қосу белгісі қойыла бастайды. Ол уже бізде екінші бағалау болып кетеді. Next. Первый тұрсаты балалар кішкене сергіп ал. Дирижер сөзінде осыны қайталаймыз. Test 3. Next, test 3. Time to show your comprehension. I will give you questions based on the text we just read. Answer them individually to demonstrate your understanding. Бұл жерде сол мәтін бойынша сұрақ беріледі. Special note, if you find some questions tricky, don't worry. Simple questions will be provided to answer. Everyone can participate and succeed. Бұл жерде балалар мәтін бойынша сұраққа жауап береді. Бұл жерде де жаңағындай бағалау парағына барып, әр жерден орынды көрсетеміз, отырған орын, сол орында барлық бала тұрып сұраққа жауап береді. Бұл BIS технологиясының бір жақсы жері, сыныпта 15 бала болса, 15 баланың барлығы сабаққа қамтылады. Бір бала қалып қалмайды. Әрқайсысын жеке-жеке тұрғызып, сұрақ қойып шығамыз. Ал егерде кішкене сабаққа төмен үлгерімді балаға жеңіл сұрақ, ағылшын тілінде жеңіл бір сұрақты қойып жүрсеңіздер де болады. Кішкене бағасы көтеріледі. Correct answers earn a +7. Incorrect answers receive a -7 in your evaluation sheet. Дұрыс жауап бергенге қосу, дұрыс емес жауап бергенге азайту белгісін арқылы бағалайтын боламыз. Бізде бұл жерде бағалау парағымызға 3 бағалау кетті, қосу алу бойынша. Енді бізде 4-ші тапсырмамыз. 4-ші тапсырмамыз, let's summarize what we will learn. Your task is to write down key words from today's text that are related to festivals. Your summary should be at least 50 words long. After writing actions, you work with a friend and count each other's words. The students who write more than 50 words will stand up and check their any words closed. Бұл жерде біз балалар егер ағылшын мәтінді жақсы түсінген болса, 50 тірек сөз жазғызамыз жаңағы мәтінге байланысты. Ал егер бізге мәтін қиынға соғып, балаларымыздың деңгейі кішкене төмен болса, осы ағылшын тіліне байланысты 50 тірек сөз жазғызамыз. Яғни сат есім, сын есім бәрін араластыра отырып 50 сөз жазу керек. 48-50 сөз жазған оқушы орнынан тұрып, бір-екі оқушыға оқытқызып жіберсек те болады. Осылай біз балаларды 4 тапсырма беріп, балаларды бағалай аламыз. Бұл жерде біз балаларды альфа, бета, гаммаға бөлеміз. Яғни 4 қосу алған бала бізде 10 балмен бағаланатын болса, ол бізде альфаға жатады. 3 қосу алған балалар 8 балмен бағаланатын болса, 4, 6, 8, 8 балмен бағаланатта, ол бізде беттаға, орта деңгейге жатады. Енді 4 бал алғанымыз гамма, ол бізде төмен деңгей. Біз соңында осы сабаққа қатысқан балалар, мысалы үшін 5-ші сыныптан 15 бала қатысатын болса, біз ол кісілердің процентін шығарамыз. Процентін шығару үшін альфа мен беттадағы оқушыларды бір-біріне қосып, оқушы санына бөлгенде бізде 63% шығу керек. Негізінде 15 бала сабақта болатын болса, 11-і тегі альфа мен беттаны алып шығу керек.
Сол арқылы балалардың деңгейін соны анықтайтын боламыз. Осы менің бүгінгі сіздерге түсіндіргім келгені. Сұрақтарыңыз болса? Біз технологиясының карталары көп, алгоритм картасы бар, логика картасы бар. Бұл жерде ауызша сабақ 1, әмбебап картасын алып тұрмыз. Бұл жерде балалар альфабетті гаммаға бөлінгенде 63%-ға жетпей қалуы мүмкін. Ол жерде біз өзі келесі сабақта да жалғастырып альфабеттаны көбейтуге тырысамыз, осы пайызға қарай отырып. Сұрақтарыңыз болса? Вот именно барсызда. Дауыс жақсы естілді ма негізі? Кері байланыс берсеңіздер. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Біздің дауысымыз естіліп тұр ма, әлде біз өзіміз сөйлеп жатырмыз? Бұл технология сіздерге түсінікті болды ма? Айтып жіберсеңіздер. Біз осы технологияны көп сабақтарда пайдаланамыз, негізгі пәндерде. Балаларға сабаққа қатысуына, барлық баланы қамтуына өте жақсы көмектеседі. Ойларыңызды айтып берсеңіздер.